Сәлеметсіз бе Әділкәрім Иманұлы. Біз 4-ші А сынып оқушылары мен Ибраимова Алуа және Жанабай Ағаке. Біз сізден ұлағатты ұстаздардың бірі, оқу ағартушының үздігі. Азат Абайға және Мұхтарға арналған мұражайдың алғашқы ұйымдастырушысы Азат Архамұлы туралы білейік деп едік. Сәлеметсіздер ме? Әрине Азат Архамұлы туралы көп айтуға болады. Өздерің айтқандай ұлағатты ұстаз болды ол кісі. Ең алғаш мен 1988 жылы осы мектепке ұстаз болып келгенде ол кісілер жаңағы ең бір осы мектепте арқа сүйер үлкен аға ұстаз болып, үлкен ұстаздардың бірі болып, сол кісілер осында жұмыс істеп жүрді мектебімізде. Содан бастап мен ол кісімен араласып, жақсы қарым-қатынаста болып, көп жылдар бойы бірге жұмыс атқардық. Енді ол кісі туралы қалай деп айтуға болады, жаңағы ұлағатты ұстаз дегенде ол кісінің өзінің үлкендігіне, өзінің жаңағы ұстаз екенін, нағыз ұстаз екенін көрсете білген адам деп білемін мен. Сондай тұлға болды ол кісі. Және өте сабырлы, артық сөз жоқ, нақты, нық сөйлейтін адам болды ол кісі. Және қазақ тілі әдебиетіне сабақ бергендіктен тіл жағына келген кезде ешқандай бөтен сөз қоспай сөйлеген кезде сондай бір қазаққа тән ерекше бір сондай сөздермен ғана сөйлейтін. Бөтен сөз араластырмайтын еш уақытта. Сондай қасиеттермен танылды ол кісі. Сол тағы да қандай сұрақтар? Азат Архамұлы біздің мектепте қанша жылдарда қызмет атқарды? Енді ол кісі қанша жыл, 96 жылға дейін қызмет атқарды деймін, сол өмірден өткеніне дейін. Енді нақты мен айта алмаймын қанша жыл, қай жылдар келген. Сол мен 88 жылдан бері ол кісімен бірге жұмыс істесіп, елеулі еңбегі жаңағы музей, мұражай ашты. Өзіміздің мектеп шаңырағында Абайға арналған жаңағы мұражай ашты. Ол мұражай өте сондай немене танымдық жағынан өте көп қызмет атқарды. Жан-жақтан адамдар, оқушылар келіп, Абай туралы мағлұматтарды сол кісіден алып, сұхбат жүргізіп, музейде түрлі жәдігерлер болды Абай жөнінде. Солармен бәрімен танысып, көп адамдар келеді ол кісіге. Сұхбатыңызға рахмет. Өздеріңізге рахмет.